Сәлем достар, сәлем менің оқырмандарым. Бүгін біз жалпы Platinum World компаниясының осы PLC-U, PLC-UX және PLC-U Classic монеталарын свопинг жасауды көрсетемін. Яғни свопинг дегеніміз айырбастау. Қандай монетаға айырбастаймыз? Smart Coin деген монетаға айырбастаймыз. Қазір ең бірінші сайтына кіріп, бірінші таныс шығайық. PLC-U Swapping деп поискке жазамыз. Және ең бірінші шығып тұрған мына PLC-U plcswapping.com деген сайтқа кіреміз. Дәл осылай кірдік. Енді мына жерде өзіміздің тілді русский дегенге ауыстырып алайық. Алдымен бір танысып шығайық. Мына жақта калькулятор бар екен. Бірінші есептеуді бір көріп алайық. Мысалға сіздерде қанша классик бар? Мына жерге өзіңіздің монетаңызды таңдаймыз. PLC емес, мен PLC-U Classic. Яғни біздің бұрынғы PLC-U'мыз Classic болды. Осы Classic'ті көреміз. PLC-U Classic мысалға менде қанша Classic бар? Неге кіріп алайын? Ultima Wallet'ке. Ultima Wallet таңдаймын. Импортировать дегенді басамыз. Және өзіміздің кошелегімізге кіреміз. Менде QR мен кіремін. Сканировать QR деген таңдаймын. Міне, мен өзімнің QR-ма қойдым, резко өзіме алды. Бірақ бұл жерді сіздерге закрыть етіп қойып қоямын. Өздеріңіздің кошелектеріңізге осылай кіресіздер. Далее кнопкасын басамын. Мына жерге өзімнің пин-кодымды жазамын. Пин-кодымды жазып алдым. Енді міне аст жағында Далее деген кнопканы басамыз. Және өзімізге жаңадан осы программаға кіру үшін жаңадан 6 сандық кодты тереміз. Мысалға 1, 2, 3 деп тере салайын. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне ашылды. Менде қазір мына жер көрсетіп тұр, яғни мен VPN-ді қосуым қажет. VPN қажет маған. Play Marketке кіріп, Google Play дегенге кіреміз. Және осы жерге VPN дерсіңіз. Өзіңізге қалаған бір VPN-ді таңдап аламыз. И скачать дейміз. Менде уже скачать етілген. Осыны ашамын. X кнопкасын баса салайын. Маған бесплатныйсы керек. И подключить дегенді басамыз. Міне менде уже қосылды. Үст жағында ключтің суреті шықты. Енді мен свернуть етіп, қайта мен PLC-U Wallet'іме барамын. Жаңағы терген пин-кодымды осы жерге теремін. Бұл жерде менде PLC-U Ultima'ны шығарып тұр. Кошелек. Оңға қарай жылжытсаңыздар PLC-U Classic. Тағы да жылжытсаңыздар X шығып тұрады. Яғни менде қазір Classic бар.
0.07 деген 0.07. Енді мен осыны есептеймін. 3 жылға қойсам қанша болады екен? Кешірім сұраймын, маған звондап қалды. Так, жаңа менде қанша 0.07 тұғын. 0.07 деген койнымызды осы жерге жазамыз. Маған общий 7000 монета береді екен смарт койн. 7000 смарт койн 3 жылға. Бірінші жылы 1%, екінші жылы 2 и үшінші жылы 97% береді екен. Яғни общий 7000 смарт койн береді. 7000 смарт койн. Так, маған 7000 смарт койн беріп отыр. Осы 7000 смарт койнды 7000 смарт койнды көбейтемін. Смарт койнның бағасы 0.1-ден есептеген кезде $700 болады. $700. Маған 3 жылға $700 береді. Тең. Тең көбейту. Доллардың бағасы қазір 400. Примерно 450-ден есептеп көрейін. 315 мың теңге. 315 мың теңге. Енді мына жерде мен 5 жылдықпен есептеп көрейін. PLCU классикті 5 жылдықпен таңдаймыз и 0.07-ні. Сонда маған 14 мың смарт койн береді екен. 5 жылға міне осылай бөліп береді. Бірінші жылы 1, 2, 4 и төртінші жылы 8, бесінші жылы 85%. Так, общий 14 мың монета береді. 14 мыңды көбейтеміз 0.1. Яғни мынау смарт койнның штук ценасы. Тең көбейту $1400 шығып тұр. Осы $1400 көбейтеміз. Примерно $450. Бағасы 450-ден есептеген кезде 630 мың теңге болады екен. 630 мың теңге. Мен үшін 5 жылға жіберген дұрыс секілді. Бірақ өздеріңіз қарайсыздар, 3 жылға немесе 5 жылға өздеріңіз таңдап қойсаңыздар болады. Ал енді мен есептеп алдым. Өзімнің аккаунтыма кіруім керек. 3 сызықты басамын. Және войти деген кнопканы басамын. Так, осы жерге өзіңіздің электронды поштаңызды жазасыз, мына жерге, және пароліңізді. Так, қазір кірдім міне. Осы жерде біздің балансымыз тұрады. Қазір сопингке қойған уақытта ең алдымен қазір бас көрейік. Сопинг 3 сызықты басасыздар және сопинг деген жерге өтесіздер. Сопинг. Жаңа біз есептеп алдық. Мынада $700 шықты, мынада қанша шықты? $1400 шықты. Маған 5 жылға жіберген ыңғайлы. Міне. Оңға қарай жылжытамыз. Классик деген таңдап аламыз. PLCU классик деп тұрады. Біз классикта swapNode дегенді басамыз. Аст жаққа міне. Внимание деген жерге жақсылап оқып аламыз барлық ережелерін. И мына жерге галочка, 3 галочканы қоямыз.
и аст жақта осыны басамыз, осы кнопканы. Так, бізге енді адрес шығарып берді. Мына жерде QR мен төлесеңіздер де болады, және мына адресті көшіріп алып жіберсеңіз де болады. Маған осы адресті көшіріп алып жіберейін. Ол үшін мына жердегі кнопканы басамын, және осы адресті көшіріп алдық. Арт жағы GTSF деген көшіріп алдым. Енді валетке барамын. Валет. Мінекей. Валетке келдім. Отправить кнопкасын басамын. Мен осы жердегі барлық монетамды жіберемін. Сол себепті максимум дегенді баса саламын. Және далее кнопкасын басамын. Адрес деген жерге жаңағы көшіріп алған адресімізді осы жерге қоямыз. Яғни үстінен басып тұрсақ, вставить кнопкасы шығады. Вставить кнопкасын басамыз. Және мына жерде комиссия кімнен алынады деп жатыр. Яғни получательден деп жазамын. Яғни жіберген, қабылдап алатын жаңа адрестен алады. Өйткені мен максимум жіберіп жатырмын. Отправить кнопкасын басамыз. Поздравляем. Құттықтаймын дейді. Окей. Міне біздің монетамыз кетті, 0 болып қалды. Аст жақта міне көрсек те болады. Историядан. PLCU-K деген таңдаймыз. Біздің үш монетамыз кетіп жатыр. Свернуть етіп, жаңағы сайтқа қайтамыз. Мінекей, ожидание деп тұр, күтілуде тұр. Яғни күте тұрамыз. Мен оған дейін видеоны өшіре тұрайын. Успешно деп шықты міне. Так, история своп дегенге қарай жіберді бізді. Аст жаққа қарай түсіп келе жатырмын. Жаңа комиссиясымен алып қалғаны 06-85-47 деген монета түсті. Аст жағына түссем, аст жағына түссем, 13709 деген смарт койн маған береді. Яғни әр ай сайын мені 11.42 деген смарт койн береді. Яғни бірінші жылы. Показать деген бастым. Мына жерде уже менде 11 деген монета түсіп қойды. Галочка. Үст жақтан көрейші. 3 жыл, 5 жыл дегенді бастым. 5 жыл деген бастым. Жаңа мен жіберген тұр екен. 0.0685 деген монетам тұр. Үш сызыққа кіреміз. Панель управления дегенге кірейік. Міне 11 монетам уже түсіп тұр. Мен бұны шығарып алу үшін выплата дегенді басып, Google аутентификатор деген нәрсені жасау керек екен ғой. Міне осылай жасасаңыздар болады. Міне бірінші жылға 48 монета береді, екінші жылға 297, үшінші жылға 594, төртінші, бесінші жыл міне.
сонда общий 13.000 жаңа 700 бір нәрсе монета беріледі. Енді өздеріңіздің монеталарыңызды есептеп қалаған жылдарыңызға своппинг жасасаңыздар болады. Әзірге осы. Бұл жерде тағы бір нәрсе түсіндіріп кетейін. Мынау 148 деген бір жылға берілетін монета, яғни оны 12 айға бөлесіз. Сол кезде бірінші жылы 11, әр ай сайын 11 монетадан беріп отырады. Мен сіздерге осы pilcuswapping.com дегенді осы видеоның аст жағына сілтеме ретінде тастап кетемін. Сол жерден резко кірсеңіздер де болады. Және келесі видеода PLCU және PLCUX монеталарында своппингке қойып көрсететін боламын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Шерали Инвест.